Сәлем достар, біз бүгін 5 минуттық торт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай пряниктерді турап алу керек. Содан соң бір тәрелке алып, оны пищевая пленкамен орап тастаймыз. Енді оған начинкасын жасау үшін бізге қаймақ, сгущенка немесе қант қосуға болады. Біз сгущенка қостық. Осындай масса шығу керек. Енді жаңағы тәрелкемізге пряникімізді қоямыз, дұрыстап орналастырамыз. Содан соң үстіне жаңағы начинкамызды жағамыз. Солайша жалғастырамыз. Сосын дәмдірек болу үшін банан қосамыз. Содан кейін жаңағы пищевой пленкамыздың үстіне жауып, оны холодильникқа жарты сағатқа сіңуге қойып қоямыз. Біз холодильниктен алдық, ал енді оны төңкереміз. Енді бұны жаңағы начинкамызбен үстін жағып шығамыз. Содан кейін тағы қалып қойған пряниктермен оларды үгіттіп, үстін безендіреміз. Біздің 5 минуттық тортымыз дайын болды.